Сәлеметсіздер ме, 8 сынып оқушылары? Сіздермен бірге Мұғалім каналы. Біз бүгін биология пәнінен 2-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз. Достар, тапсырманы бастамас бұрын біздің каналға, яғни Мұғалім каналына жазылып, осы видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, ұнап жатса, видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Тапсырманы бастаймыз. Көрсетілген терминдерді пайдаланып, сөйлемді толықтыр дейді. Ағзаның ішкі ортасы бір-бірімен байланысты, яғни бұл лимфа, ұлпа сұйықтығы және қаннан тұрады. Екінші, қан дәнекер ұлпаға жатады. Лимфа қанға нәруыз, су және тұздарды қайтарады. Төртінші, жасушалық сұйықтық ағза жасушаларын қорғайды. Келесі сұрақ. Қан құрамын қызметтерімен сәйкестендір дейді. Эритроцит, лейкоцит, тромбоцит. Эритроцит бізде бұл оттегін тыныс алу мүшелерін ұлпадан өкпеге тасуды қамтамасыз етеді. Тромбоцит бұл бізде қанның ұюына қатысады. Лейкоцит бұл қорғаныс және қалыпқа келтіру қызметін атқарады. Келесі сұрақ. Үшінші, суретте микроскоппен көрінген бақа және адам қан жасушалары бейнеленген. Бұл орынға сәйкестіктерін тауып, А немесе Б белгілеп жазыңыз дейді. Бізде бірінші сурет А, яғни бұл бақаның қан жасушалары, екінші бізде бұл Б, яғни бұл адамның қан жасушалары берілген. Келесі сұрақ. Бақа мен адам қан жасушасының айырмашылығы мен ұқсастығын кестеге жаз. Бірінші біз кесте сызамыз. Кесте қан жасушалары, ұқсастығы және айырмашылық дейміз. Қан жасушалары бізде бұл бақа мен адамның қан жасушалары. Ұқсастығы. Қан құрамы бірдей дейді. Айырмашылығы. Бақаның құрамында айырмашылығы. Бақада ядро бар, адамда ядро жоқ. Келесі сұрақ. Лейкоциттердің қызметін, түрлерін жазу арқылы сызба нұсқаны толықтыр дейді. Біз лейкоцит деп екіге бөлеміз. Бұл бізде гранулоцит және агранулоцит. Гранулоцит бұл түйіршіктілері метал жолымен бөлінбейді, бір түрден екінші түрге ауыспайды. Екінші, түйіршіксіздер агранулоцит метал жолымен бөлінеді, бір түрден екінші түрге ауысады. Бесінші сұрақ. Гуморалды және жасушаларлық иммунитеттердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстырмалы түрде сипаттап жаз. Ұқсастық. Екеуі де қорғаныштық қызмет атқарады. Айырмашылық. Гуморалдық иммунитетте қорғаныштық қызметін жасушалар емес, қан плазмасында орналасқан молекулалар атқарса, жасушалық иммунитетте қорғаныштық қызмет иммундық жүйенің жасушаларымен тығыз байланысты. 6. Саңырауқұлақтар, қарапайымдылар, бактериялар, вирустар арқылы берілетін аурулардың алдын алудың кем дегенде бір жолын ұсын. Вакцина егу арқылы алдын алады. Келесі сұрақ. Сұраққа жауап бер дейді. Не себепті аурудың алдын алу үшін вакцина егеді? Неліктен вакцина алған адамдар инфекциялық аурумен ауырмайды? Инфекциялық ауруларға иммунитетті қалыптастыру. Вакцинада ауру тудырғыш микроағзалардың белсенсіз жасушалары болады. Лейкоциттер белсендіреді. Келесі сұрақ. Дұрыс жауапты белгілеңіз дейді. Бұл жерде бізде 5 жауап беріліпті. Бұл агглютинациядан адам өміріне қауіп төнбейді. Жоқ, эритроциттер бірігіп қалуын агглютинация деп атайды. Және резус фактор ерекше нәруыздық зат. Бұл жерде дұрыс жауап 1 және 4, яғни С жауабы дұрыс. Суретте омыртқалы жануарлардың жүрек құрылысы берілген. Жүрек тамырларының құрылымдарының атауларын жаз дейді. Кез келген бір құрылымға сипаттама беріңіз дейді. Өкпе артериясы, өкпе венасы. Қолқа, оң жақ құлақша, сол жақ құлақша, оң жақ қарынша және сол жақ қарынша. Кез келген бір құрылымға сипаттама беріңіз, яғни әркім өз ойынша, өз таңдауымен орындайды. Келесі сұрақ. Бұл бізде сұраққа жауап бер дейді.
дене жаттығумен айналысқаннан кейін жүрек жұмысының жағдайы қандай болады? Дене жаттығу барысында ағзада оттегіне сұраныс жоғарылайды, жүректің шартты рефлекторлар қызметі артады. Бұлшықеттерді қанмен қамтамасыз ету артады. 11-ші сұрақ. Суреттерді пайдалана отырып, өкпедегі және ұлпадағы газ алмасу процесін сипаттаңыз дейді. Өкпедегі сыртқы тыныс алу деп аталады. Демалғандағы және демді шығарғандағы ауа құрамындағы оттек пен көміршіл газының айырмашылығы оттегдегі газ алмасу нәтижесі болып табылады. Оттек сіңіріліп, көміршіл газы шығарылады. Екінші, ұлпадағы тыныс алу бұл ішкі тыныс алу деп аталады. Өкпе капиллярларына түскен вена қанында оттек аз, көміршіл газы көп. Сондықтан альвеола ауасындағы оттек қанға араласады, ал көміршіл газы қаннан өкпе альвеоласына түседі. Төменде көрсетілген сөйлемді қажетті бағанға орналастыр дейді. Бұл бізде тыныс алу немесе тыныс шығару дейді. Тыныс алу бұл бізде кеуде қуысының кеңеюі, көкеттің көтерілуі, көкеттің жаппақ болуы және қабырғалардың көтерілуі, өкпенің кішіреюі. Яғни бізде болады 1, 3, 5, 7, 9 тыныс шығару. Бұл тыныс алу бұлшықеттерінің босаңсуы, өкпе көлемінің кішіреюі, қабырғааралық бұлшықеттердің жиырылуы, өкпе қап қуысындағы қысымның азаюы және де 10-шы ауаның бір бөлігінің өкпеден шығарылуы. Яғни бізде болады тыныс шығару 2, 4, 6, 8, 10. Соңғы сұрақ бізде өкпенің тіршілік сыйымдылығын анықтау және қалыпты жағдайдағы және дененің физикалық жүктемесі кезіндегі тыныс алудың минуттық көлемін анықтаудың жолын ұсынады. Бұл тәжірибе жасау арқылы шарды үрлеп диаметрін есептеу. Достар, біздің осымен 8-ші сыныптың 2-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалы тапсырмалар аяқталды. Барлығы 13 сұрақ берілген, барлығы да біткен тақырыптардан берілген. Достар, біздің арнаға Сен мұғалім каналына жазылуды ұмытпаңыздар. Осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Көмегі тиіп жатса, біздің осы каналды достарыңызбен бөлісуде ұмытпаңыздар. Алдағы сабақтарыңызға сәттілік. Және де мен Instagram каналына жазып, сабақтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.